тұңғыш рет мынау Төле би ауданында қасиетті аудан осы жерде бірінші рет өткізіліп отыр. Мынау ұстаздарға бәріне сәттілік тілеймін, еңбектерің жанып, абыройларың асқақтай берсін. Ал енді шәкірттерге айтарымыз. Біздің мақсатымыз мынау ұстаздық мақсат, спорт саласындағы. Мынау елін, жерін, тілін, дінін, салт-дәстүрін сақтай білетін текті асыл азаматтарды тәрбиелеп өсіру. Бұзақыларды емес, таза елін қорғайтын азаматтарды, асыл азаматтарды, текті, беті қайтпайтын, жерін қорғай білетін батыр ұлдарды тәрбиелеу мақсатымыз сол. Әлейім, біздің қазақтың жастары мынау көшеде қаңғымай, бұзақылық жасамай, қазақтың атына жаман ат келтірмей, тек қана күшін тасса, осындай спортта қазақтың мықтылығын дәлелдеп, сынау әлемдік аренада қазақтың көк байрағын желбіретіп, әнұранын асқақтатыңдар, жігіттер, қазақтың атын шығарыңдар. Біз өте атты бөлінде азғантай қазақпыз. Кез келген спорт, әсіресе мынау жекпе-жек спорттары біздің қазақтың жастарынан қолынан келеді. Сол үшін мінекей мынау жаңа осындайды өткізіп жатыр деп мынау тай боксын құрметпен шақырғаннан кейін мен арнайы келіп отырмын. Менің тілегім солай. Қазақтың атына жаман ат келтірмеңдер. Біз атты бөлінде азғантай қазақпыз. Жауларымыз өте көп. Сондықтан мықты болып өсіңдер. Ешқандай көшеде жаманшылықпен күштерін көрсетпеңдер. Күштеріңді осындай жерде спорттық аренада көрсетіңдер. Сонау әлемдік аренаға жол ашсын сендерге мынау спорт жекпе-жектерін. Осы жерде таза жеңіп, сөйтіп әлемдік аренада қазақтың көк байрағын желбіретіп, әнұранын ойнатыңдар. Сәттілік тілеймін бәріңе.